Қайырлы күн, аман есенсіздер ме, қазақ елі? Бүгін мына кабачки дейміз ғой, осыдан лечо жасап көрейін деп жатырмын. Бірінші кабачкиді аршып алдым. Енді бұны ортасын жарып, егер де дәні ірі болатын болса, бұның ортасын дәнін тазалап тастаймыз. Егер де дәні орташа болса, солай турай береміз. Енді бұны міне соломка дейміз ғой, соломка жасасақ та болады, одан да ірі жасасаңыздар да болады. Мен соломка емес, бұлай осылай, міне осылай бөліп жатырмын. Міне қымбатты көрермендер, келесі кезекте міне кабачкиді турап болды мынандай қылып. Келесі кезекте міне осыларды міне жарты кружка, жарты тостақ қант қостым. 2 ас қасық тұз. Міне шамамен 150 грамдай сірке суы, уксус. 500 грамдық томат пастасын саламыз. Жарты кружкадай сұйық май. Күнбағыс майы. Пікірлеріңізді жазып, сұрақтарыңыз болса қойып, сіздердің де маған айтатын, маған түсіндіретін, өздеріңіздің де бір жақсы маған айтатын жаңалықтарыңыз бар шығар. 3 немесе 4 сағат қойсақ болады. Енді солай бір-біріне сіңісіп тұру үшін қоспалар. Сол үшін демалдырып қоямыз. Міне кабачки, шылап қойған кабачкиім дайын болды. Енді газға қоямын. Араластырып қою керек арасында. Міне қаншама сулы болып, міне бір-бірімен араласып, тіпті мына кабачкиіміз шыланып тұр. Керемет дәмді болады деген ойдамын. Міне баклажан қайнады. Енді осы қайнағаннан бастап есептеп 40 минут пісіреміз. Міне қымбатты көрермендер, 40 емес 45 минут пісірдім. Енді өзіме солай дұрыс сияқты болды. Міне дайын. Бисмилля деп салайын. Енді банкіні жабуға да жетіп қалдық. Міне менің асыл жанды көрермендерім, менің кабачкиден жасалған лечом дайын болды. Міне қысқа дайындап қойдым. Сіздер де осындай етіп жапсаңыздар қысқа. Келесіде тағы да бір жаңаша жабамын. Сол жаңалықтарды көріп отыру үшін сіздер тіркеліп қойыңыздар, тіркелмегендеріңіз. Лайктарыңызды басып, мені жылдамырақ алға жылжуыма көмектесіп жіберіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.